Егер де сіздің буржуңыз оғатар қой арслан буржу болса, демек ки сіз үшін июнь айында нелер болатығылығын қазір көретұғын боламыз. Бұл айда сіз үшін жақсы таклифлар келеді, бірақ сіздің еріншектілігіңіз себеплі, қалемеулігіңіз, я болмаса сізге мұнасып еместей болғанлығы үшін сіз бұл таклифларды қолдан жіберіп алу ықтималы бар да. Сол үшін еріншектілігіңізді қойып тұрып, алдыңызға келіп отырған бұл жақсы шанстан, жақсы таклифтан пайдаланып қалғаныңыз сіз үшін зор болады. Одан басқа да бұл ай көп уақыттан бері ане істейме, міне қыламан деп отырған нәрселердің, яғни қандай да бір сөз беріп, өзіңізге мынандай зат істеймін, диета қыламын, мынандай спортқа барамын, немесе мына затты, мына жұмысты, мына бизнесті басылаймын деп отырған болсаңыз, бұл айда хаммесін қолға аласыз, hamda басылайтығылығыңызды көріп тұрпан. Бұл айда ақша бойынша ұшырасулар көрініп отырды. Bir жұмыс таклифлары болса, жұмысқа кіру үшін болса да, я болмаса бір инсанменен бір қандай да бір шарттама түзулері, ақша алды берді мәселелері екі адам ортасында болатұғын мәселелер көрініп отырды. Және де бұл айда семьяға байланыслы, семья ішіне пайдалы болатұғын энергия көріп отырпан. Яғни сіз күтілмегенде тұрмысқа шығу хақында таклиф алуыңыз мүмкін, сырға салуы мүмкін, я болмаса семьяда болсаңыз, күйеуіңіз сізге бірдеңе алуы мүмкін, семья ішінде той болуы мүмкін, семьяға байланыслы, ақшаға байланыслы, сізге байланыслы жақсы хабарлар көріп отырпан. Бұл айда және де қандай да бір ақшаңызды қимай жүрген, яғни ақшаңызды аяп жүрген нәрсені тоқтатасыз, hamda бұл сапар сол алып құтыласыз да. Осы уақытқа дейін бірдеңе алуыңыз керек, мысалы үшін мынау үшкі ұнап жүрді, осы уақытқа дейін ане аламан, міне аламан деп кейінге қалдырып жүрген нәрсені аласыз, бір мәрте құтыласыз да. Яғни сондай затта бір мәрте алып құтылатұғын затты алатұғын болып көріп тұрпан. Одан басқа да бұл айда ерлі зайыплар мен алақалы энергиялар көріп тұрпан. Ата-анаңыз болуы мүмкін, ажаға кішеңіз болуы мүмкін, ажапа жездеңіз болуы мүмкін. Соларға байланыслы қандай да бір сөйлесулер, соларға байланыслы мәселелер, олармен бір затларда ойласулар, энергиялары бар болып көріп тұрпан. Және де айтатұғынлығым, шетелге байланыслы, бірақ ұзақта болған бір ойласық энергиясын көріп отырпан. Яғни ұзақта жасайтұғын бір инсанның хабар келуі, ұзаққа кетуге байланыслы бір нәрселер ойлау. Бірақ хәзір пайтта әмелге асырмайсыз, тек қана ойлап қою, сөйлесіп қою энергиялары бар болып көріп тұрпан. Бұл айда осы энергиялар шықты.